Қайырлы күн, достар. Қалайсыздар? Бүгін біз осындай әдемі өрнек тоқып үйренеміз. Өрнек барлық бұйымдарға келеді. Осылай болады. Өте әдемі. Бастап көрейік. Қазір мінекей 3 жіпті бірге көтеріп аламыз. 3 жіпті көтеріп алдық. Енді келесі бағанадан осылай жіпті шығарып аламыз да, енді накитпен тағы 2 рет тоқып аламыз. Мінекей 2 рет тоқып алдық та, осыны бәрін бірге тоқимыз. И тағы 1 рет оң тоқып аламыз. Мінекей. Енді біздің крючогымызда 1 жіп қалды. Келесі бағанадан тоқимыз. Мүмкін сіздер бұл жерде, мына жерде 3-4 рет, 5 рет тоқуларыңызға болады. Сонда более пышный болып шығады. Мен осы 3 жіппен көбінше қолданам. Сондықтан өздеріңізге қарай байланысты. Мінекей. Тағы жіпті 1 рет шығарып алдық та, қалған жіптерді накитпен осылай бір жерден накитпен шығарып алып отырамыз. Әдемі, жеңіл. Мінекей тағы да 1 жіпті шығарып алдық. Содан кейін накитпен 2 жіп қосамыз. Мінекей шығарып алдыңызда тағы 1 рет тоқып аласыз. Міне, осылай тоқи бересіз. Қиындығы жоқ. Келесі. Мінекей 1 рет, 2 рет. Общий 3 болды. Тағы 1 рет тоқып аласыз. Келесі. Осылай тоқып аласыз. Көрдіңіз бе? Ең соңғы жіпті жаңа көтерген 3 жіптен үшіншісінен 3 жіп тағы да жоғары тоқып аламыз. Осылай 1, 2, 3. Мінекей. Енді 4-ші жіпті қосамыз ортасында қалу үшін. Енді ары қарай дәл осы 4-ші жіпті келесі бағанаға, одан кейін 1, 2, 3-ші жіппен келесі бағананы байланыстырамыз. Тағы да 1, 2, 3-ші жіппен келесі бағананы байланыстырамыз. Тағы да 1, 2, 3-ші жіпті келесі бағанамен байланыстырамыз. Тағы да 1, 2, 3. Мінекей осылай. Одан кейін 1 жіп, 2-ші жіптен осылай өрнегімізді осылай бітіретін боламыз. Мінекей өте әдемі шығады, әдемі көрінеді. Мінекей осылай тоқсаңыздар болады. Рахмет қарағандарыңызға.